әзіл, шынайы күлкі және көрермендер ықыласы. Мұның барлығы Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубок үшін өткен халықаралық көңілді тапқырлар клубының фестивалінен байқауға болды. Аталмыш ойында 10 команда бақтарын сынады. Оның 5-еуі көршілес Омбы, Қорған, Уфа қалаларынан және Ресей Федерациясының Адволгида Енисей құрама командасы және Ақмола облысы мен Павлодар қаласының құрамалары. Очень интересно, Барлық командалар өте мықты, әдемі әзіл кеші болатынына сенімдімін. Әзіл фестивалін тамашалауға келген халықтың қарасы қалың болды. Адволгида Енисей құрамасы ойынға жақсы дайындалғандарын айтады. Оларға қала арасындағы арақашықтықта кедергі келтірмеген. У нас такой юморник, конечно, немножко такой взрослый. Біздің әзілдер саясат жайында, екі елдің президенттер жайында да болады. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Залдағы көрерменнің көңілін әсіресе Северная граница құрама командасы көтерді. Олардың ойындары көрермендерді ғана емес, әділ қазыларды да күлкіге батырды. Здравствуйте. А вы в Бога верите? Да. Отопления до весны не будет. Храни вас Господь. Командалар өз әзілдерін әртүрлі тақырыпта ұсынды. Жыл жаңалығы номинациясына Шалақын ауданының ойыншылары лайық деп танылды. Фестивальдің жаңа халықтар достастығы номинациясы Адволгида Енисей құрама командасына бұйырды. Под названием «Дружба народов» и хотели бы вручить ее команде Адволгида Енисей. Фестивальдің қорытындысы бойынша 3-ші орынға Ақмола облысының құрамасы, ал 2-ші орында Уфа қаласының құрамасы қанжығасына байлады. Ал Омбылы знакомая лица командасы 1-ші орынға ие болды. Ал Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы Северная граница құрамасының қоржынын толтырды. Гран-при Акима области Северная граница. Фестивальдегі барлық командалар қызықты ойын көрсете білді. Гран-при жүлдегерлері көрермендерге алғыс айтып, өз көңіл-күйлерімен бөлісті. Әдетте кубок қонақ командаларға бұйыратын, жеңімпаз атанғанымызға қуаныштымыз. Өз көрермендерімізді әлде қуантатын боламыз.